Жетісу облысында ауыл аманаты бағдарламасы аясында ауыл тұрғындарын жеңілдетілген несиемен қолдау, құжат қабылдау басталды. 2,5 миллиард теңге көлемінде бөлінген қаржы есебінен биылдың өзінде жүздеген жоба қаржыландырылған. Оның басым бөлігі ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Толығырақ әріптесім Гаухар Серікқызы жалғастырсын. Бағдарламаның басты артықшылығы жылдық мөлшерлеме небәрі 2,5%. Несие мерзімі бағытқа байланысты 5 жылдан 7 жылға дейін беріледі. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнеске 369,8 миллион теңге, ал өңдеу саласына 270,6 миллион теңге қарастырылған. Бағдарлама игілігін көргендердің бірі қала тұрғыны Дәулет Ақболат. Ол 9,230,000 теңге несие алып, жүк көлігін сатып алған. Қазір жиһаз цехтарына қажетті материалдарды тасымалдап, кәсібін кеңейтіп отыр. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 2,5%-бен 9 миллионнан астам қаражат алып, жетпеген өзім қосып, осы кореялық жүк көлігін сатып алдым. Өзі игілігімізге пайдаланып, көмегін тигізіп жатыр. Осындай мүмкіндікті тиімді пайдаланған жергілікті кәсіпкердің бірі Санжар Әлімбатыров. Ол бағдарлама аясында 9,230,000 теңге көлемінде жеңілдетілген несие алып, газ баллондарын толтыруға арналған заманауи құрылғы сатып алған. Бүгінде кәсіпкер өз нүктесінде тұрғындарға тұрақты қызмет көрсетіп, күнделікті сұранысты өтеп, тұрақты табыс көзін қалыптастырып отыр. Бізде екі ипімен біз алдық, екі кредит, осы 9 миллионнан, біреу Талдықорғанда, біреу Қарабұлақта. Осылай екі газ құю орнын екі жерден ашып отырмыз. Қазір екі адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Болашақта тағы да осындай несиелермен қолданамыз. Бұйырса өсіп, дамып, үлкен тағы бизнестер ашу жоспарда бар. Мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл өсір деген қағиданы ұстанған Бекзат Нұрахмет бүгінде ұсақ мал шаруашылығын дамытып отыр. Ол ауыл аманаты бағдарламасы арқылы 8 миллион теңге көлемінде несие алып, 100 бас қой өсіруді қолға алған. Бүгінде мал басын көбейтіп, кәсібінің берекесін көріп отыр. Шаруашылықпен айлансам, кәсіппен айлансам деген азаматтарға таптырмайтын үлкен мүмкіндік екен. Осы малымыздың биыл 100% төлін алып, қатарға қосып жатырмыз. Енді бұдан былай осы бағдарлама ары қарай жүре берсе, іске аса беретін болса, ары қарай тағы да қаржы алып дамыта бергіміз келеді. Негізгі шарттарының бірі ол жеке тұлғаларға 12 ай көлемінде ауылдық жерде тіркеуде болуы. Жеке тұлғаларға 2500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге және кооперативтерге бұл көлем 8000 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылған. Жалпы ауыл аманаты бағдарламасы Жетісу облысында ауыл тұрғындарының кәсіп ашуына және табысын арттыруына нақты мүмкіндік беріп отыр. Төмен пайызбен берілетін жеңілдетілген несиелер арқылы тұрғындар өз ісін бастап қана қоймай, оны кеңейтуге де жол ашуда. Бағдарлама алдағы уақытта да ауыл экономикасын дамытуға серпін бермек. Гаухар Серікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.